Әрбір ісің Ұлы тірлік, адалдық. Әрбір сөзің Шындық, бірлік, адалдық. Әрбір адам Тусын, досын, жұрағат. әрбір сабақ Үйрену, ұғу, ұлағат. Ендеше қазір балалар біз сұрақ үннеген әдісі арқылы мына сұрақтарға жауап беріп көреміз. Дайынбыз ба? Дайынбыз. Тамаша, жарайды. Бірінші сұрағымыз. Бірыңғай мүшелер дегеніміз не? Я Нұрсұлтан айта ғой. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері дегеніміз бір ғана сұраққа жауап беріп, бірдей тұлғада тұратын сөйлем мүшесін біз бірыңғай мүшесі дейміз. Тамаша, жарайды. Рахмет. Құрмалас сөйлем дегеніміз не? Кім жауап бере алады? Я Нұрсұлтан айта ғой. Екі немесе одан да көп жай сөйлемде тұратын сөйлемдерді құрмалас сөйлем дейміз. Отыра ғой. Жарайсың. Сөз тіркесі дегенімізде кім жауап береді? Сөз тіркесі Іңкар айта ғой. Сөз тіркесі деп сөздің бір-біріне тұлғалы әрі мағыналы жағына байланысуын айтамыз. Жақсы. Сөйлемнің тұлғалы мүшелері кім атап береді маған? Сөйлемнің тұлғалы мүшелері. Я, не айта ғой. Тұрлаулы мүшелерге баяндауыш пен бастауыш жатады. Жақсы отырады. Рахмет. Ең соңғы сұрағымыз балалар. Тұрлаусыз мүшелерді атап. Жауап береді екен. Әділет жауап бере ғой. Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелеріне анықтауыш, пысықтауыш, толықтауыш жатады. Балалар жақсы өтеді. Біз сонымен естедік. Сұрақтар ілмеген. Ашық сұрақтарға жауап берді. Біз ашық сұрақтарға жауап бердіңіз. Кәдімші кері байланыс жасап кетейікші бізге. Бізде кім жауап берді? Маған Нұрсұлтан жауап берді, иә? Кері байланыс жасап ғой. Аға, ережеттің оқушыларға кері байланыс жасап жіберейік. Нұрсұлтанға, ысқаныңызға. Нұрсұлтан жарайсың сен ережені жатағаның көрініп тұр. Одан кейін бізде кім жауап берді? Нұрсұлтанға кім берді? Я, Нұрсұлтан жарайсың, жатағаның көрініп тұр. Исам ризам. Одан кейін бізде жауап берді? Іңкар, я, Нұржас. Іңкар жарайсың, сен сұрағың маған ережелі жатағаның көрініп тұр. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабақ тақырыбы сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Оқу мақсатымыз сөйлемнің бірыңғай мүшелерін ажырату және тыныс белгілері, үтір, қос нүктені қою. Ал ендеше қазір балалар біз жылдам жауап өткізіп жіберейік. Солай ма? Жылдам жауап беруге дайынбыз ба? Дайындаламыз. Ендеше бірінші сұрағымыз Абай Құнанбаев атамыздың қанша қара сөздері бар? Кім жауап береді? Я, Нұржас айта ғой. Абай Құнанбаев атамыздың 45 қара сөздері бар. Рахмет, жарайсың. Ал енді келесі сұрағымызға сұрақ. Қандай шығарма өлеңдерін білесіздер? Абай атамыздың қандай шығарма өлеңдерін білесіздер? Я, Жанерка айта ғой. Абай атамыздың өнерге байланысты өлеңін білесіздер, жарайды тұра ғой. Тағы қандай өлеңдер бар екен? Абай атамыздың өнерге, білімге, жыл мезгілдеріне байланысты шығарма өлеңдерін білемін. Тағы қандай өлең бар екен? Табиғатқа байланысты өлеңдері бар. Абай атамыздың өнерге, білімге, табиғатқа және жыл мезгілдеріне байланысты нелер бар екен балалар? Шығармалары бар, жарайсыздар. Ал енді үшінші сұрағымыз балалар, мұқият тыңдаймыз. Абай Құнанбаев қай жылы, қай өңірде дүниеге келген? Абай Құнанбаев қай жылы, қай өңірде дүниеге келген? Іңкар айта ғой. Абай Құнанбаев атамыз 1845 жылы дүниеге келген. Семей облысында, Абай ауданында.
дүниеге келген. Жарайды тұра ғой. Демек шығыс Қазақстан Семей облысы Абай ауданы дүниеге келген. Жарайсыздар балалар. Біз оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулығымыздағы статус беттегі ашықпа 32 тапсырма. Бұл жерде адасқан әріптер берілген. Сол адасқан әріптерді пішіндер арқылы нақты сөзді тауып оқимыз. Сол шыққан сөздің мағынасын ашып, әріптерімізге жазамыз. Түсінді ма? Нешеғаны? Ойланып қандай нақты сөз шығады екен? Тағым. Тағым. Әділен айта ғой? Адам баласының бәрі дос деген сөйлем кеп шықты. Қандай сөз кеп шыққан екен? Адам баласының бәрі дос. Енді осы нақыл сөздің мағынасын қалай түсіндіңіздер? Кім айтады, мағынасын қалай түсініп отырсыңдар? Адам баласының бәрі дос, де? Кәне? Біз барлығымыз адамбыз. Сол үшін біз барлық адамдарымызбен дос болуымыз, қарым-қатынаста болуымыз керек. Дос болуымыз керек. Және барма ойларын айтатын? Сен айта ғой? Біз адам болғандықтан бір-бірімізбен дос болуымыз керек. Дұрыс айтамыз, адам болғандықтан біз бір-бірімізбен дос болу керек екенбіз. Солай ма? Ендеше балалар осыны дәптерімізді ашып, осы нақыл сөзді көркем етіп дәптерімізге жазамыз. Ал енді балалар біз қандай жұмыс жасадық? Асқар өзің айта ғой? Пішіндер арқылы нақыл сөздерді тауып алдық. Жақсы. Шыққан сөздің мағынасын аштық. Шыққан нақыл сөздің мағынасын аштық. Және дәптерге жаздық. Дәптерімізге жазып алдық. Жарайсыздар, балалар. Ал ендеше балалар біз әрі қарай сөйлемдерге тиісті тыныс берген. Біздің оқу мақсатымыз не балалар? Оқу мақсатымыз біздердің сөйлемдегі бірыңғай мүшелерді анықтап, олардың арасындағы тиісті тыныс белгілерін қою еді. Ендеше балалар қазіргі жаттығулар, тапсырмалар орындайды екенбіз. Ендеше балалар біздің келесі тапсырмамыз сөйлемдерге тиісті тыныс белгілерін қой. Бір оқушы тақтаға шығып орындайды, қалғанымыз дәптерімізде жазып, өзіміз орындап отырамыз. Кім үшін орындай қояды екен? Компьютерде кім орындайды? Іңкәр келе ғой. Жусан, изен, ебелек. Шөп атаулары. Нелер шөп атаулары? Жусан, изен, ебелек. Бұлар бір мағынада және бір сұраққа жауап беріп тұр. Бұлар бірыңғай мүшелер. Қандай тыныс белгісін қоямыз сонда? Бұлардың ортасына үтір тыныс белгісін қоямыз. Қай сөзден кейінгі тұр қойдың? Жусан, изен. Келесіні орындаймыз. Келесі кім шығады екен? Мұсыға келе ғой. Орманда қайың, тал, теректер өседі. Орманда нелер өседі? Орманда қайың, тал, теректер өседі. Бұлар бірыңғай мүшелер. Бірыңғай себебі бірыңғай мүшелер бір мағынада бір сұраққа жауап береді. Бірыңғай мүшелерде үтір тыныс белгісі қойылады. Үтір тыныс белгісі қойылады. Сен қай сөзден кейінгі тұр қойдың сонда? Қайың, тал. Сөзден кейін тұр қойдың. Тамаша, жақсы. Рахмет, жарайсың. Келесі кім шығады екен? Кәне, Нұрислам келе ғой. Нұрислам келе ғой. Сілерсін азулы тырнақты мұқты ан. Сілерсін қандай ан? Азулы тырнақты мұқты ан. Бұлар бірыңғай мүшелерге жатады. Өйткені бір сұраққа жауап береді, бір мағына айтылып тұр.
Қайсысынға дегенбіз? Сонда тыныс белгілерінің тиістісі? Үтір. Үтір. Демек, сөйлемнің бірыңғай мүшелерінің арасында не қойылады екен? Үтір қойылады. Қойылады, жақсы отырамыз. Балалар, естедік біз. Бірыңғай мүшелер таптық. Иә, айта ғой. Біз бірыңғай мүшелерді тауып, олардың арасына үтір қойдық. Тиісті, тыныс белгісін қойып жақсы отыра ғой. Балалар, философиясы Абай атамыздың ғылым таппай, мақтанбай өлеңін бірінші біз мәнерлеп оқып аламыз, түсініп оқимыз, өлеңнің мазмұнын анықтаймыз, өлең жолдарындағы бірыңғай мүшелерін естейміз, табамыз. Ал ендеше өздері оқи қойыңдар. Іштей оқып аламыз біріншіден. Оқып болдық па балалар? Оқып болды, жарайды. Ал енді оқып болсақ, түсініп оқып болсаңыздар, өлеңнің мазмұнын қалай анықтаймыз, кәне? Не деп жатыр? Әділет? Бұл жақта бізді оқуға, білімге шақырып жатыр. Шақырып жатыр. Тағы не көріп жатыр бұл жерде? Қарындаш қарында қалды. Ғылым таппай, біз неме дейді? Мақтанбай деп жатыр. Жақсы. Ал енді осы өлең жолдарында сөйлемнің бірыңғай мүшелерін анықтадыңдар ма? Сөйлем бірыңғай мүшелері бар ма? Қайсылар? Қайда сөйлем бірыңғай мүшелері? Қар. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. Тағы бар ма екен? Тағы бар ма? Әділет? Талап еңбектерін ой, қанағат рахым. Бұл қандай? Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Ал енді қарап, жақсы балалар. Енді бес дұшпанына не жатады екен? Бес дұшпанына. Бес дұшпанға өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ жатады. Ал бес асыл іске отырады, рахмет. Бес асыл іске. Талап еңбектерін ой, қанағат рахым одан қой. Қанағат. Енді осы атамыздың, Абай атамыздың осы өсиетін балаларымыз, өсиетін біз ұмытпауымыз керек. Сонымен сөйлемнің бірыңғай мүшелері таптық па? Иә. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. Талап еңбек терең ой, қанағат рақым. Қанағат рақым, жақсы. Біз енді осы атамыздың өсиет сөзін естуіміз керек екенбіз. Ұмытпай, үнемі есімізде сақтауымыз керек. Ал жерде біз бұл жерде естедік балалар. Сөйлемнің бірінші естедік өлеңді. Түсініп оқыдық. Өлеңнің мазмұнын анықтадық. Бірыңғай мүшелерін таптық. Жарайсыңдар балалар, рахмет. Алла сіздерге мінекей жұлдызшалардың ішінде сөздер берілген. Осы сөздерді қатыстырып, сөйлем құрап жазамыз. Осы сөздерді қатыстырып, сөйлем құрап жазамыз. Неге алдарына да беремін. Ал енді балаларымыз сабағымызды жасап жіберейік. Білім қоржыны. Первая жасап жіберейік. Іңкәр. Бүгінгі сабақ өте керемет өтті. Маған барлығы ұнады. Сен тағылым айтады екен. Жүрсила. Бүгін біз әртүрлі тапсырмалар орындадық. Келесі сабақта солар орындар деп білеміз. Абай атамыздың өлеңдерін жаттадық. Абай атамызды еске түсірдік. Жақсы, тағы айтамыз ба, Әділет? Бүгін сабақ өте қызықты өтті. Сабақ қызықты өтті. Неге балалар, мен де кейін сабағымыз өте қызықты. Бұдан да жақсы сабақтан қатысып отырады деп ойлаймын. Сонымен біз бүгін біздің оқу мақсатымыз не балалар? Сөйлемнің бірыңғай мүшелерін таба білу және керекті тыныс белгілерін қою еді. Соны үйрендік па біз? Иә. Сіздерге де өте рахмет бүгінгі сабаққа қатысып отырғандарыңыз үшін. Енді үйге тапсырма. 33-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына істі бірыңғай мүшелерін қою. Неге балалар, осымен сабағымыз аяқталды.
Sağ болыңыздар. Сау